Міне атаның басына келдік. Атаның мынау Мұңал бұлақ деген жер екен. Мынау міне бұлақтың суы бұлай ағып атқан. Атам заманынан бері қарай. Бісміллә. Міне су дейтін тап-таза. Тұп-тұщы кәдімгідей. Суын айтам да тұп-тұщы деймін суы. Мынау атаның жеміс талы. Әлі күнге дейін жеміс беріпті. Әлі күнге дейін. Міне. Кім? Аха. Осы жерге келген адамдар, біздер енді зират жасап береді деп айтамыз ғой. Осы жерде де адамдар бар, келіп. Мына қайрат келсе, осындай от жағып, мынандай қылып кететін жері. Осы жерге палаткасын қояды, құрады, жатады. Осы жерде. Тәп-тәтті мына несі. Не деген не екен тал бұл? Білмедім, осы қып-қызыл. Қып-қызыл тәп-тәтті. Тәп-тәтті. Атаның несі. Атаның осы міне бұлағы. Анау төбіне тас сол ғой да қойған. Қазір, ол біздің қол... Барайық солай. Жамбыл облысының департаменттерінен ұқсат алып, тасты қойдық. Дұрыс, өте дұрыс жасадыңыздар. Өте дұрыс. Белгіні де қайырбас деуге қоя беруге болмайды екен. Конечно, болмайды қою. Мен сол қайтып отқаным, егерде мына жерде енді Мұңал атаны, мысалға, Мұңалдың бұлағы деп айтады ғой енді. Енді сол Мұңал біздің атамыз деп сіз әкеліп қоясыз адайдың таңбасымен. Егерде ол біреудің атасы болса айтпай ма, әй, менің атам бол деп. Вот, сондықтан бұл жерде енді Мұңалдың, біздің Мұңал аталарымыздың екендігіне менің ойымша дау болмау керек. Міне басына солай деп жазылған. Міне қасиетті Мұңал бұлақ. Адай батырдың немересі Мұңал ата көріпкел емші әулиесі болған. 16 ғасыр. 16 ғасыр деген. 19 жыл қойыпты. 16 ғасыр деген. Енді 15-16 ғасыр. Енді дұрыс жобасы келеді. Молодец жігіттер. Осылай де белгі қойыпты міне басына. Мынау жаңағы бұлақтың суы міне ағып атқан бұлақ. Мемлекеттің қарамағына алынған бұл. Мынау бұлақ атам заманнан сол сан ғасырлар бойы ағып атқан су. Таудан келіп ағып атыр. Осы бұлақ міне сылдырлап ағып атыр. Міне. Міне сылдыр. Мына жерде табиғатта сақтан таза бұлақ спирттік ішімдік ішуге болмайды деп жазылған. Мынау. Бісміллә. Тап-таза су. Мынау осы атамыздың жатқан жерлері, атамыздың қонысы. Қазақша айтқанда, мынау атаның қонысы. Осы жерде біздің аталарымыз, Мұңал атамыз, яғни Келімберді атамыздың ошағы, қара шаңырағы осы жерде мекен еткен. Яғни адайлардың қара шаңырағы. Міне қараңыздар. Міне осы жер. Ал айтыңызшы енді. Олай емес деп. Олай емес деп айтсаңыз, онда дәлел келтіріңіз. Басқаша деп. Ал дәлел келтіре алмасаңыз, онда осыған шынымен зейін қойып, осыны дұрыстап қарау керек, дұрыстап зерттеу керек.